Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Арнама тіркеліп, қолдап жатқандарыңызға рахмет. Кесапат келін, үйленесің. Осыдан үйленбей көр, менің қызыма. Түрменің төрінде шіртемін сені. Жерде жатқан қызым жоқ. Қолыңмен істегенді мойныңмен көтересің деген ащы дауысты естігісі келмеді ме, әлде істеген ісіне өкінді ме белгісіз. Абзал аяғын тез-тез басып кетіп қалды. Бұл сәтте анандайдан қарап тұрған Сәнияның жүзін мысқыл басып, масаттанып тұрған еді. Абзал мен Сәния сыныптас. Сәнияның бұл жігітте бұрыннан-ақ ойы бар еді. Бірақ Абзалдың сүйген қызы Диананы қалай құртсам екен деп ойлап жүрген. Абзал өзі-ақ келіп Сәнияның құшағына құлады. Әрине, ащы судың әсерінен бір отырыста 2 стаканнан соң қатты масайған Абзалдың хәлін көрген әккі қыз айласын асырып үлгерді. Енді аяғым ауыр деп даулады. Абзал үлкен әулеттің баласы, әкесі бірнеше жыл қызметте болған зейнеткер, анасы түзден келетін, әкесінің жолын тосып балалардың тәрбиесімен отырған үйбике. 4 әпкесі, 2 ағасы, інісі бар. Абзал өте тәрбиелі өскен, өнген ортаның баласы екені бірден білінеді. Ал Сәния анасының жолын қуған кесапат қыз болды. Анасы да кезінде аяғым ауыр деп әкесіне бәле салып, тиіп алған. Сүйгеніне қосыла алмай бетбақ қатынның бетбақтығына шаршаған әкесі ащы суды сілтіп, өзін басып жүріп, қалай маскүнемге айналғанын білмей де қалды. Абзал Диананы қатты сүйетін, жоғарғы оқу орнын бітірген соң үйленеміз деген қос қашықтың арманы балта шауып Сәния мәз. Анасы қызына мұның дұрыс болмады деудің орнына жарайсың қызым. Кімге тиюді білесің, әкең сияқты алқаш біреуге тисең, өміріңнің бәрі қорлықпен өтереді. Үйленеді саған. Үйлендірем, уәдем уәде деп қызының қылығына қос қолын көтеріп масаттанған бетбақ ана Абзалдың үйіне бет алды. Сыртта газет оқып отырған Асқар ата қатты ұрған дарбазаның даусынан селк етті. Бұл қайсың ей, сонша тоқпақтап, деп Асқар аға дарбазаға қарай беттеді. Бетбақ әйел аузына келген оттап үйіне кіріп кетті. Артынан ере кірген Асқар мән-жайды түсінбей дал. Бүкіл ауыл танитын мына бетбақтың не үшін келген білмек болып үй іші бәрі жиналды. Анау жүгермегің, қашып кетемін деп ойламасын. Аяғын аспаннан келтіремін. Түрмеге тоғытамын, үйленеді менің қызыма. Аяғы ауыр дегенде Әмина апа бірден қан қысымы көтеріліп сұлқ етіп орындыққа отыра кетті. Естідіңдер ме? Үйленеді деп айқайлаған бетбақ ажарды жетелеп үйден шығарып жіберді. Дарбазаның сыртында да көрсетемін сендерге деп жан даусымен айқайлап бара жатты. Бұл сәтте Абзал ғашығын қоштасуға кафеге шақырған болатын. Алып ұшып әдемі көйлегін киіп келген бұрымды қызды Абзал суық жүз, мұңды көзбен қарсы алды. Бар жағдайды баяндаған соң қос ғашық бір-бірін қимай ұзақ қоштасып жылап тарқасты. Ер жігіт болса да көзіне ыстық жас тамғанына өксік тығылған Абзалдың жүрегін біреу тілгілеп жатқандай. Сылбыр басып, басы салбырап кірген Абзалға әпкесі Ажар бас салды. Үйлен енді, сол бетбақтың қызына, үйлен. Басқа қыз таппадың ба, ақымақ. Сор маңдай дегені сол еді әкесі. Тәйт, отыр тыныш деді. Ажар жым. Ұзақ уақыт үнсіздікті Асқар бұзды. Қолыңмен істегенімді мойныңмен көтересің. Іштегі сәбидің кінәсіне. Жауапсыздық біздің әулетімізде болған емес, деп орнынан тұрып кетті. Бұл үйде әкенің айтқаны заң. Ешкім қарсы шыға алмайтын. Өткір көздермен бір қараса, бәрі дереу жинала қалатын. Ай, баламай, бұл не қылғаның? Бізді қара бет қылдың-ау ауылға. Саған берген тәрбием осы ма еді, деп анасы зар илеп жылап отыр. Дереу су беріп қан қысымының көтеріліп кетер. Тынышталшы деп қолынан уқалап Ажар әпкесі отыр. Басқа амалым бар ма енді менің? Деп бөлмесіне кіріп жатып қалды. Сол сәттен бері ұялы телефоны тыным болмады. Әрине,
Ол бетпақ әйел. Сырға салып келесіңдер. Қалың малы 100 мың. Сосын өгізше деп зіркілдеп тұр. Артынан тілі күрмеліп әкесі соқты. Қызымды алмай көрсін абзалың. Рекет достарым бар. Дейме бірдеме. Мас адамның қайбір сөзі оңсын. 3 күн телефонмен алысып келіспеске амалдар қалмады. Бетпақтың айтқанын бәрін орындап, жөн жоралғыларын жасап, Сәнияны алып келді. Кеше бүгін аяғы ауырлаған емес, бүгін ертең босанатындай боп, допша домаланған Сәния басындағы ақ жаулықтың астында сүзіле қарап, кирелеңдеп үйге кірді. Жаман емес, бұдан артық не арман керек? Қан сарайындай, мына үйде қанша секілді өмір сүремін енді деп мәз болды. Абзал құр денесін сүйретіп жүрген тірі өлік секілді. Достары өзінше тойлап жүр. Туыстары Сәнияны шақтыра қоймады. Бұл сәтте Сәния іште отырып, еріп келген құрбысына көрдің бе? Дегеніме жеттім, маған ешкім кедергі бола алмайды, деп арам ойын жүзеге асырғанына қуанып отырған еді. Ауылды сигналдатып, у-шумен жүрген машинаның даусынан Диананың жүрегі аузына шығып кетердей қатты қиналып жылады. Бұл келін бопсалап келе отыр. Осы үйдің шаңырағының ортасына түсіріп, берекесін алатын кесапат келін боларын бәрі білсеші. Ай, Сәния, қайда жүрсің ей? Мал қайырғандай шақыратын абзалдың әрекеті үшін Әмина апа ұялатын. Оның да жетіскені шамалы, тілінің тікенегі бар қатын емес пе? Не болды сонша бажылдап? Дианаңды түсіңде көріп шықтың ба? Дегендей талай әңгіме айтып, аяғы қырғын төбелеспен аяқталатын. Абзал басқа адамға айналды. Өмірінде мына қатынға да қапа болып, күн ұзаққа ұйықтап, түнімен жолдастарымен жүретін. Дианаңа барып келдің бе? Жақсы болса, неге байға тимей жүр? Әлде екіншіге алам деп уәде беріп бедің? Әбден тілімен безейтін Сәния. Дианасының сұлбасын алыстан ғана қарап жүрген абзал қиналды. Үйіндегі қатынды көріп, зығырданы қайнады. Бірақ амал не? 2 айдан соң Сәния Әсия қызды өмірге әкелді. Мына тіршіліктің бар қызығы, бар ләззаты Әмина апа үшін сол немересінің бойына жиналғандай еді. Сәния мен Ажар жиі шикісіп қалатын. Көрермін, ертең байға тисең, бәрі жақсы боларын. Ақылыңды өзіңе сақта, барған жеріңде бағың ашылмасын деп қайын әпкесін қарғап отыратын. Ажарда күйеуге шығатын уақыты келіп ұзатылды. Сәнияның баруын қаламаса да анасы, жолы қой, ренжімесін, бауырыңның әйелі деп қоймай жіберген. Алайда жылан қатын қыздың артынан барып отырып, ылаңдығын істеп кетті. Ажардың болашақ абысындары мен қайын әпкелеріне өтірікті соқты дейсің келіп, ертең-ақ әлі шаңырақтарыңды ортасына түсіреді. Бұл Ажар. Өз қайын әпкемнің қыр сырын мен білемін. Мен білмегенде кім біледі? Абай болыңдар. Таза көкбет, бар әпкелері де сондай. Деп масаттанып Ажардан кегін алғандай, сығырайған көзі одан бетер сықсиып күліп шығып кетті. Бұл әулеттің қатын қалаштары үшін бұл күтпеген жайт болып есеңгіреп қалды. Ажарды таныстырғанда биязы, ұяң, пысық қыз деп ойлаған бұлар енді Ажарды жек көріп, лезде өсек тарап үлгерді. Сәния ұлы істі тындырғандай ауылына аттанды. Ажарды мына әңгімеден соң ешкім жақтырмады. Отырса опақ, тұрса сопақ болды. Күйеуі ішіп келіп ұратынды шығарды. Енесі келгенге, кеткенге жамандап, жас келінге тыныштық бермеді. Қарсы сөйлеп қалса Сәнияның сөзін айтып, бәрінен бетіне басатын. Іште тынған Ажар әпкесіне телефон соғып, бар жағдайды баяндады. Туған сіңлісінің жайында алаңдаған Анар дереу жолға шықты. Көрермін сені қанша уақыт сыйғызарын. Адуынды абысың мен қаһарлы қайын әпкең айға жетпей-ақ қуып шығар. Жылап еңіреп келгеніңде көрсетерім саған Ажар деп күбірлеп жатты. Астанаға келген Анарға қыздарыңды алып кетіңдер, қашан отбасымызды ойрандайды деп күтіп отырмаймыз, деп одан да бөлек біраз әңгіме айтылды. Арасында Сәнияның жамандағаны да
Рас. Онсыз да Сәнияны жақтырмайтын Анардың шыдамы таусылғандай сіңілсін алып ауылға келді. Түк болмағандай алдынан шыққан Сәния сүйреп үйге кіргізген Анардың өзін Әмина апа сөзін тыңдамастан үйінен қуып шықты. Бір беткей атасын, жуас енесін өз жағына шығарғып алған Сәния Анарға да «Әлі-ақ сен де келерсің, бедеу қатын» деп бақырып жатқан. Қайта келген ажарды түртпектеп ауыр сөздермен жанын жаралап ақыры қуып тынды. Қайта келген қалада жұмыс істеймін деп еншісін алып кеткен Сәния әдетінше қайдағы жұмыс селтеңдеп жүрген шығар. Кеуден шыққан аты бар, отырмай ма тыныш деп өзі қуғандай болып көзін құртқанмен анасы мен әкесіне жаман қылып көрсетіп отырды. Қанша абзалдан таяқ жеп жатса да аузы бір жабылмайды-ау шіркіннің. Арада бірнеше айлар өтті. Диана ұзатылып кетті. Абзал қызы Әсия үшін бе, әлде қасында үнемі жүргесін бе, әйеліне үйренейін дегендей. Көп ұзамай ұл туып берген Сәния бас пайдасына бір ұпай қосты. Бұл сәтте Асқар ата ауырыңқырап жүрген, қан қысымы мазалап, көп жатып қалатын. Бұрынғыдай емес, әкесінің сөзін ешкім елемейді. Арасында қарт кісі емес пе? Шәй ішкісі келіп Сәния шәй әкелші десе, еркек басымен шәй сораптап қақпас деген бірнеше рет естіген Асқар ата келіннен үмітін үзгендей. Кемпірі Сәния десе ішер асын жерге қоятын, не айтса да заң. Моншалықты неге кемпірдің де өзгеріп кеткен Асқар түсінбеді. Сәния енесінің тамырын жылан тілімен ақ баурап алған. Айтқанын істемеске немерелерін жақындатпайды. Жұлқынады дерсің. Немерелері үшін бе, баласының бақыты үшін бе, әлде осы келінді шын ұнатады ма? Әйтеуір Әмина апа шындықты көрмейтін адамға айналды. Асқар ата өз үйінде өгейдің күйін кешті. Бұрындары бір көзқараспен бәрін сап тұрғызатын. Қазір шәй қойшы деп жалынышты үнмен айтады. Ал Әмина апа Сәнияның жан құрбысына айналғандай. Ес білген Әсияны шешесі үнемі құлақ шекесінен көтеріп, әкесі, атасынан бастап бұл әулеттің бәрінің жаман адамдар екенін, бұларды жақсы көрмейтінін, ойламайтынын құя бастаған. Бала емес пе, іштей туыстарына деген өкпесі қара қазандай болып, жек көріп, жұмсаса да тыңдамай, тіпті кейде сөйлеуге ерінетін. Үлкен ұлы сүндет той жасайды деп Әмина апа бір апта бұрын қалаға кеткен. Асқар ата баяқша төсегінде төрт бүктеліп жатыр. Басы қатты ауырып, тамағы кеуіп кетті. Әй, Сәния, қызым, шәй берші. Мынау бір қақпаста қақылдап қоймайды ғой. Уф, не дейсің? Өлесің, өл ертерек, не? Деп шапылдап келді. Құлың болайын, бір кесе шәй берші деді. Кетшей деп шығып кеткен Сәния шешесінің үйіне бет алды. Үйде жүрген Әсияны шақыра бастады. Су берші қызым деді жалынышты үнмен. Шешесінің айтқан сөздері үнемі құлағында жаңғырып тұратын 6 жасар Әсия жоқ, өзің барып іш деп ойыннан ойын отыра берді. Аллам, бұл қай күнәма берілген жазаң деді. Ата талықсып кетті. Әкешім деген дауыстан есін жиған Асқар қараса абзал екен. Қорқып кеттім, не болды сізге? Шәй берші балам. Келіне көңілі толмайтынын айтса тағы таяқтар деп үндемеді. Бірнеше күннен соң інісі Аянда үйленетінін айтып қуанышты хабарды жеткізді. Әп-әдемі қызды таныстыруға әкелгенде бәрі бірден ұнатқан болатын. Ал бұл үйдегі сұмырайға жақпағаны анық. Енесінің құлақ етін жеп не бір сөздерді айта бастады. Ой, білем ғой, мен ол қызды бұрыннан әкесі мен шешесі ажырасып, күнін зорға көріп жүрген сормаңдай біреулер. Пәтер жалдап тұрады. Шейттей бала-шағамен оңай ма? Анасы пол жуып тапқан 5-10 тиынын неге жетер дейсіз? Бұл қыздың мен білсем бір ойы бар. Аянның басын айналдырып келейін деп отыр.
мына даңғарадай үйіңізден айырылып қалмаңыз, апау, деген Сәнияның бірінші шабуылы ойдағыдай болған. Күнде құлағының құршы кеткенше зарлаған қатын мақсатына жеткендей, Әмина әлі келмеген келін жақтырмай, үйленетін күні де таяп, Аян Лаураны келісімен алып қашып келді. Әмина апа біртүрлі күдікпен қарады. Осы үйде қалып қоятын болды, менен артық көріп кетпесін ешкім деп, әккі қатын не бір айлалар жасауда. Үйден ет жоғалды, азық-түлік азайып қалды, ақша жоғалды. Әрине, ұйымдастырушы Сәния. Бәрін Лаураның төркініне тығып беріп жатқанын өз көзімен көрген айтып, енесіне одан бетер жек көрінішті қылды. Жас жұбайлар бірге жүрсе, ойнап күлгенін көрсе, қызғаныштан енесіне келіп тірлік істемей, Аянның соңынан қалмайтынын айтатын. Ал Амина апа мұның қыдырып келген қыздарына айтып отырады. Сәнияның да мақсаты сол. Асқардың әкеліп жағдайын жасап жүрген тек Лаура. Іштей риза болып отыратын, бірақ оны тыңдайтын Әмина бар ма? Сәнияға қосылып, келінін жақтырмай отыратын. Енді екі келіннің кесірі бауырға тие бастады. Сенің қатының деп жиі шекісіп қалатын. Және Абзалды да ыңғайына көндіріп алған. Аянның осы үйден дәмесі бар, бұлардың далада қалатынын айтып миын аштуда. Аян істеп жүрген жұмысын тастап, еншісін алып қалаға кететінін айтты. Әмина апа мен Сәния да қалауы сол, алайда Асқар атаның жүрегін жұлып алғандай күйде жатты. Кетпеңдерші, деді әлсіз үнмен. Көріп отсыз ғой әке, бауырыммен араздасқым келмейді, келіншегімді де жәутеңдеткім келмейді. Дұрысы, алыстан сыйласайық деп қоштасып шығып кетті. Асқардың көзінен жасы парлап қоя берді. Дегеніне жеткен Сәния үйде өзі би, өзі қожа. Аян келіншегі екеу пәтер жалдап қалада. Өкпелегені сонша ауылына барғысы да келмейтін. Әкесінің жағдайын телефон арқылы біліп отыратын. Ажарда, Анарда атызын салмағалы қай заман. Үлкен ағалары да көп бармайды. Асқар атаның жүрегін бұл жағдай қат ауыртатын. Ал Әмина апаға кейде бәрі бір дерсің. Неге екені тек Сәнияның айтқанынан шықпайды. Ал Абзал қазір ащы суды көп ұрттайтын болды. Ақша таппайтын, тапса да аз-маз айлығы, шайлығына жетпейтінін айтып күңкілдеген қатыны күңкілдей беретін. Өзінен кішкентай Аянның көлік алған, үй салуға әрекет жасап жатқанын енесіне естіп, ағасын інісіне бақталас қылғандай. Аяннан немере көрместен Асқар ата ішкі күйігімен дүниеден озды. Әмина апа қателігін енді түсінгендей. Балалары Асқартау әкелерінен айырылғанда қатты қайғырды. Қара шаңырақтың тозып кеткенін көріп оған да жүректері ауырды. Оған үй алатын Сәния бар ма? Кешке дейін ауыл аралап, қайын әпкелері мен қайын апсындарын жамандаудан қол тимейді. Әмина апаның да денсаулығы сыр бере бастады. Қара шалынан айырылған апа қатты жүдеді. Сәния үйіне Абзалдың бір бауырын жолатпай отырғанын, үнемі өтірік айтатынын енді түсінді. Айлап киімдерін жумайтын, шомылмайтын, өзінің шамасы жетпейді. Келіне өтініш қылса бажылдайды. Немерелері үшін жанын беруге даяр апаның айтқанын қазір немерелері де тыңдамайды. Неткен сормаңдаймын, неге соншалықты сол кезде көрмей осының өтірігіне имандай сендім екен деп жылап отыр. Бөлмесі шаңнан көрінбейді. Кір киімдері диванның үстінде қасында үйіліп жатады. Кеше алдырған шайы мен қатқан нан газет үстінде жатыр. Көрпесі кірден жылтырап кеткен. Ауыз-аузына жұқпайтын Сәния енесіне келіп, мына үйді мұрагерлік, шұрагерлік деп басымды ауыртпай Абзалдың атына жазыңыз. Айт, ана балаларыңа. 6 балам үшін деп зіркілдеп кетті. Қит етсе 6 балам деп міндетсініп шығатын. Біз ашпыз, жалаңбаспыз. Анау балаң машина апты, мынау қыздың магазин ашты, біз ше, деп солар үшін өмір сүріп жатқандай біреудің табысын санап отыратын.
Бәрі өз-өзімен кетті. Телефон соққан балаларына анасы бәрі жақсы деп қысқа қайырады. Асқар атаның күйін кешіп, бір шайды жалынып сұрап алатын апаның жағдайы шынымен қиын еді. Ал Абзал күнде ішіп келетінді шығарды. Аяғы айтпаса да белгілі төбелесіп аяқталады. Мұндай сәтте баяғы бетбақ келеді. Түкірігін шашыратып, қарғап-сілеп айқайлап кетеді. Бір күні жүрегі сезгендей қызы Ажар келді. Айтпай келген Ажарды Сәния жақтырмай, аларып бір қарап шай ішіп отыра берді. Абзалдың балалары тіпті амандаспай жатып, неге келдің? Бұл біздің үйіміз, осы үйді алуға келдің ба дегені. Ажар бірден түсінді. Шешелерінің сендерге үйретіпті ғой. Анасының бөлмесіне кіріп кетті. Кірді де анашым, не мынау түрің деп, құшақтап еңкілдеп жылады. Сәнияға, құдайдан қорықпайсың ба? Өзің секілді келін бұйырсын өзіңе деп, анасын жетелеп үйден шығып кетті. Қайтып келмеңдер, шешең де сен де құры деп айқайлап жатты. Ішіп келген Абзалға әпкесінің келіп, айқай шығарып, біздің баға алмайтынымызды, үйді босат деген айтып, өтірігіне сендірді. Дереу артынан шыққан Абзал қалаға тартып отырып, Ажардың артынан барып, істің байыбына бармастан айқай-шу шығарып, үйін қиратып кетті. Бәрінен де ат құйрығын үзіскен Сәния арманына жетіп, үйді өз атына аударып алып, жаны жай тапты. Ажарда өз бақытын жолықтырып тұрмысқа шықты. Аян қала шетінен кішкене үй салған. Әмина апа осы үйде. 3 балапаны бар. Әмина апа кешке жұмыстан келіні мен баласы келгенше солармен алданады. Аянның балалары тіл алғыш, әжесін қатты жақсы көреді. Әмина апа келіні Лаураға қарап, бұрын Сәнияның сөзіне еріп, жек көріп, күн көрсетпегені үшін шын өкінді. Лаура енесінің бар жағдайын жасап, алғысымен батасын алып отыр. Ал Сәния тым жақсы Абзалды алқаш, маскүнем Абзалға айналдырды. Балаларының ешқайсысы Сәнияны да, Абзалдың да айтқанын тыңдамайды. Сәния балаларының болашағына енді алаңдап жатқандай. Беттен алып төстен шауып отыратын қыздары, бірдеме десе башылдап, боғауыз айтып шығатын ұлдары. Одан қалса әкесі мен шешесін адам құрлы көрмей, көше кезіп жүретіндер тағы бар. Қайтсын, балалардың көзінше талай, ода-дода шығып Абзалмен бет жыртысқан, одан ұрды, соқты деп милицияға қаматқан. Үйінің берекесін кіргізіп отырудың орнына көше аралап кезіп кеткені, әкесінің бар туысына қарсы қойып, жерден алып, жерге салып жамандағаны балаға не тәрбие береді? Ұлы мектеп бітіре сала үйленемінге басты. Үйленбесем, өлем деп зіркілдеп ұлына қарсы шыға алмаған Сәния Абзалды туыстарына жіберді. Ақша үшін әрине. Баласының үйленетін, үйіне жөндеу жұмыстарын жүргізуге, қалың малын беретін беташарға, дастарханға ақшасының жоқтығын айтып, барған Абзалға бауырлары жоқ дей алмай, ақша жинап берді. Өлем, сүйем, күйем деп әкелген келіні Сәниядан асып түспесе кем түспеді. Қызы Әсияда бір үйдің босағасын аттайтын күн жеткенде тағы Абзалды бауырларына жіберді. Қолынан келгенін қара шаңырақта отырған інілері үшін аямайтын сұм қатын біліп алған. Әдеттегіше аста төкті, той жасап қолдан ұзатты, жасауын дайындады. Оған рахметін айтатын Сәния бар ма? Тойдан соң топалаңын шығарып, бәрінің бетін көрместей ұрсысты. Көңілін толмайды, сол баяғыша. Сәнияның жас кезіндегі қылығын, ісін басқан келін қайталап, Әсияны барған жеріне жамандап келді. Сонша үкілеп ұзатқан қызы 2 айдан соң әкесінің үйіне ажырасып келді. Баяғы көрініс бірнеше жылдан соң қайталанып жатыр. Бірақ бұл жолы істегені алдына келіп отыр. Өзіне айнымаған келін. 3 қыз, 3 баласының да берекесін алған өзі сияқты. Келін қазір Сәнияны басы бозды ма дерсің? Абзал көше кезіп, ішетін алқашқа айналды. Бауырлары соңғы топалаң ұрыстан соң мүлдем ат ізін ауылдарына салмады. Бәрі өкпелі. Бұрынғы адуынды Сәния, өзінен зоры шыққанда көзің сонда шығардың күйін кешіп отыр. Өкінгенмен бәрі кеш.
түбінде әділдік жеңеді деген, әлде біреуге істеген өшпенділікпен қыл айналмайтын іштарлығың мен сұрқиялығың өзіңнен шықпаса да балаларың арқылы алдыңа келеді. Сіздерді Тәңірім сұрқиялардан сақтасын деген тілекпен хикаямды аяқтаймын.